Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге жаңғақ печеньесін дайындайтын боламыз. Қамырын дайындау үшін бізге жұмыртқа, қант, тұз, сары май, қопсытқыш, сода және уксус ұн қажет болады. Алдымен ыдысымызға жұмыртқаны, қантты, тұзды салып, жақсылап меншікпен араластырамыз. Ертілген сары майымызды құямыз, біркелкі болғанша араластырамыз. Қопсытқышымызды саламыз. Содаға уксусты қосамыз. Көпірген соң жұмыртқа массасына салып араластырамыз. Илегіштен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Көп ұн қоспаңыздар, қамырымыз жұмсақтау болуы тиіс. Иленген қамырымызды тоңазытқышқа 30-40 минутқа қоямыз. Тоңазытқышта қамырымыз тығыздау болып, форма келтіруге ыңғайлы болады. Қамырымыздан диаметрі 1,5 см болатындай етіп, домалақтап шариктер жасаймыз. Қызып тұрған арнайы печенье пісіретін қалыпқа қамырымызды салып шығамыз. Бетін жауып 3-4 минут пісіретін боламыз. Суыған печеньеміздің артық шет жағын пышақпен қырып тастаймыз. Қойытылған сүтті печеньенің ортасына жағып, грек жаңғағын салдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген жаңғақ салсаңыздар болады. Видеоны аса лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар.